Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде ана тілі сабағы. Мен Шет ауданы 50 разъезін бастауыш мектебінің бастауыш мұғалімі Бақтыбаева Айман Ерденовна. Біздің сабағымыздың тақырыбы денсаулықты сақтаймыз. Балалар, сурет берілген. Суретте не көріп тұрмыз? Кімдерді көріп тұрмыз? Балалар не істеп жатыр? Иә, қазір мен сендерге мәтінді оқып беремін. Мұқият тыңдап, сұраққа жауап беруге дайындаламыз. Кез келген адам өз денсаулығын күту керек. Ол үшін денесін шынықтыру қажет. Денені шынықтыруға жаттығулар жасау, жүгіру, суда жүзу жатады. Денсаулығы жақсы адам үнемі көңілді жүреді. Ойлау қабілеті артады. Денсаулықты сақтау үшін дұрыс тамақтанған жөн. Таза ауада көп жүрген абзал. Иә, балалар, мәтін не туралы? Денсаулық туралы. Денсаулық зор байлық. Денсау болу үшін адам не істеу керек? Иә, денсау болу үшін адам спортпен шұғылдану керек, таза ауада жүру керек, суда жүзу керек. Денсау адам ғана сабағын жақсы оқып, қабілетті болады. Ол үшін дұрыс тамақтануымыз керек. Қазір суретте бала көріп тұрмыз, иә? Бала. Сұрақ қоямыз. Кім? Бала. Балалар бірнешеу жүрсе, көп балаға кімдер деген сұрақ қоямыз. Кімдер? Балалар. Доп. Не? Доп. Көпше түрі доптар. Нелер? Ендеше қазір ереже шығарамыз. Сонымен заттың атын білдіретін сөздерге кім, кімдер, не, нелер деген сұрақ қойылады. Барлық кез келген заттар, жанды, жансыз заттардың барлығына не деген сұрақ қоямыз. Адамға қатысты сөздерге кім деген сұрақ қоямыз. Қазір дәптерімізді ашамыз. Көркем жазу. Шер кезде астымен қолды жуып жүремін деген сөзді көркем жазамыз. Әрине, тамақ ішердің алдында қолымызды жуамыз. Орындап болсақ, келесі жаттығуға қараймыз. Доптар берілген. Доптарда әріптер жасырынған. Осы дыбыстарды құрап, сөз құрап, сөйлем құрастырамыз. Бірінші доптағы сөз әрине шымыр деген сөз. Шымырға сөйлем құрастырайық. Шынықсаң, шымыр боларсың. Иә, келесі сары доп. Сары доптағы сөз спорт. Спортқа сөйлем құрастырайық. Спорт денсаулық кепілі. Келесі допта күшті. Күшті деген сөзге сөйлем құраймыз. Күштімін деп мақтанба, сенен де күшті табылар. Иә, осындай мақал құрастыруға болады. Келесі сөз күрес. Отан үшін күрес, елге тиген үлес деп мақал құрастыруға болады. Келесі дәптерге тапсырма берілген шығармашылық жұмыс. Сөздерді оқимыз, оны керісінше жазамыз. Кіші деген сөз. Керісінше оқиық. Ішік. Не? Ішік. Келесі сөз қал. Керісінше оқимыз. Лақ. Не? Лақ. Келесі сөз түс. Керісінше оқысақ сүт. Мынау не? Ол сүт. Сонымен көзге көрінетін, көрінбейтін заттардың барлығына не деген сұрақ қойылады. Келесі тапсырманы орындайық. Қойма деген сөз берілген. Осы қойма деген сөзге сөйлем құрастырамыз. Астық толған қойма.
Астық толған не? Қойма. Келесі қойма. Нанды жерге қойма. Не істеме? Қойма. Ендеше балалар, қойма деген сөз екі мағынада беріліп тұр. Бір сөздің бірнеше мағынада айтылуы. Сонымен балалар, бүгін зат есімге кім, заттың атын білдіретін сөздерге кім, не деген сұрақтар қойылады. Осымен сабағымыз аяқталды.